Сәлем достар, Ангелик каналына қош келдіңіздер. Сәлем достар, бүгін менде орын алсамыздың екінші части. Бірінші часть біздің каналда бар, Ангелик каналында көрген шығарсыздар. Бүгін қыздар екеуі орын алсамыз дейді. Тағы да достар, бүгінгі вообще қызық болайын деп тұр, я. Өйткені біз бір-біріміздің киімімізді киіп алып, бір-біріміз сумкамызды ұстап, бір-біріміздің классымызға барамыз. Мектепке барады осылай, киімдермен мектепке барады. Мен сенің классыңа Білмеймін. Анеля енді бара береді. Анеля енді давай деп өзінің видеосы ғой. Ал Аякош сен бара аласың ба? Достар, біз қалай болатынын білмейміз, бірақ қызық болады деп ойлаймыз. Бірінші біз киімдерімізді ауыстырып киіп көрейік. Мен осы көйлегімді аламын, мен мына көйлекті аламын. Өзімше алып сыяма білмеймін. Сыймайды шығар, ол Анеля саған. Осы көйлекті алып алды. Достар, өзімді көрсетіңдер. Ал достар, Аякош пен Анеляны қарсы алыңыздар. Мынау бізде Анеля. Әне, дұрыс айтады, Анеляны тыңда. Анеляға, қалай кетті. Анеляға Аякоштың киімі вообще дұрыс емес, өте қысқа болып қалды, енді біз камерадан көрініп қалған жоқ. Ал Аякошқа өте қатты үлкен болып тұр. Сол үшін бұл киіммен бара алмайды. Басқа киім киіп көреміз. Мен тәтемнің осы киімдерін киін деп атым. Мен Аякоштың осы киімдерін киін деп атым. Қысқа болып қалады. Достар, бізде келесі образ. Міне Аякош пен Анелюк. Анелюкке жарасып тұр, просто шамалы қатты қысқалау болып қалды. Шамалы қатты деп. Қатты қысқа болып қалды. Ал Аякошқа кәдімгідей үлкен болып тұр. Өзім білмеймін, енді өздерің шешесіңдер, осы киіммен барасыңдар ма, басқа киім ауыстырасыңдар ма? Анелюк, сен киімме ақ қоясың, бұл видеоны түсірмей ақ қоясың. Аяқ түсіремін, киімдерді ұйқастырып аламын. Юбкасы, футболкасы бар емес пе маған дұрыс келеді? Бүкіл киімдері кішкентай ғой, қалай жүресің ана киімдермен? Дұрыс футболкасын білемін, сосын юбкасын білемін. Жарайды, онда басқа киімдерін киіп көріп қоймайды ғой бұл қыз енді. Енді мына тәтемнің сарафаны емес, футболканы киіп барам, сосын мектепке барам. Достар, үстіндегі рубашка маған дұрыс болып тұр. Енді қазір мына екі юбканың біреуін киіп көремін. Маған қысқа болмаса екен. Ал достар, келесі образды қарсы алыңыздар. Бізде Анелюк деген юбкасы вообще дұрыс келмеді. Аякоштың ешқандай юбкасы, сосын осы шалбарын киіп алды. Шалбары ғой дұрыс кеп тұр. Ал Аякошқа барлығы киімі дұрыс болып тұр. Дұрыс болғанда сият, бірақ үлкен болып тұр ғой. Иә. Мынау бізде Анелюк. Мынау бізде Аякош бойы сырып, ұзын кетіп. Достар, қыздар уже сумкаларын алып алды, бірін-бірінің, міне уже дайын тұр. Біз мектепке келдік. Бізде бірінші Аякош кіреді, шамалдан кейін Анеля кіреді, бірақ бүгін Анелюктерге демалыс. Сол үшін бүгін ертерек кіреді, бір неге дайындалады, мейрамға қарсы. Өшім ертерек келдік мектепке. Ал қыздар, жемпірлеріңді киіндер. Дұрыс, сен Анелюк. Аякошты кімге тікесің ғой. Аякош Анелюк бізде осылайынан киіп алды. Ана қара көйлек вообще күшті болмады. Енді осылай әдемі болды. Міне Аякоштың бантигін тақып қойдық. Бізде күн деген жел болып, талдарды билетіп жатыр ғой жел. Анеля күшті жарасып қапты ғой саған. Аякоштың киімдері. Аякоштың жеңін қайырып бер енді. Сен тәтеңе көмектесіп жатсың ғой. Бізде жел сумкасына салып алды, ал Анелюк Аякоштың заттарын салып алды. Дала жел. Так, бізде Аякош сабаққа печенье алып баратын тұғын. Сен Аякошсың, пішіне жейсің мектепте. Ал Аякошқа тыйын береміз. Өткен біз Анелюкке тыйын беретін тұғымыз. Енді сен Аякошсың ғой, енді Аякоштың бүкіл несін жасаған керек қой. Бірақ өзіңнің классыңа барасың, Анелюк. Аякошты апарып таста классына. Бай, нормаль киімдері. Ерте келіп жатыр ғой, ешкім жоқ кезде. Достар, бізде Аякош бірінші шықты сабақтан. Самсалықтым, бірақ мені осылай киінгенді ешкім байқаған жоқ. Я қатты білінбейді ғой, Аякоштың киімі бір андай өзгеше болып. Аякош емес пе, Анелюк? Ойбай.
Анүліктің киімі қатты дәу болып тұрған жоқ. Сосын ешкім байқамай да қалған. Тем более бүгін ерте шықты бұлар деген. Енді Анүлікті күтіп отырмыз. Ерте шығарып еді. Осылай отырмыз екеуміз әңгіме айтып. Анүлік екеуміз. Қазір Анүлік үйге барып үй жинайды, сіңлісіне сабақ оқытады, тақпақ жаттайды. Сен Анүліксің ғой енді. 10 сағат Анүліктің жүрісі, Аякоштың жүрісі гүл теріп жүр аяқтан. Алтын деген асықпайды. Мә, сен көп күттік қой, Аякош, не істеп жүрсің? Есік жап. Не жеп жатсың? Печенье. Сен пішіне алып кеттің ғой, қалай екен? Мына жемпірімнің қысқалығына кірді. Сені де байқамады ма? Біздің сумкама кірді. Күлді? Иә. Айттың ба, сіңілімнің сумкасын ұстап келдім деп. Бізде мейрам болғасын, мейрамға ерте қайтарып жатыр балаларды. Осындай әдемі гүл әкепті. Молодец, қыздар деген, молодец. Анелия күшті видеосын түсірем деді, түсірді, өзі барып келді. Достар, мен Аякоштың тәттісін, Аякош мен жақсы көретін тәттіні алады шоколадтан. Қыздар, магазинге келдім. Енді әркім өзінің жақсы көретін шоколадын алады. Рошында Аякош алады. Сен қандай шоколад аласың? Қазақстан аласың. Жоқ, ол Қазақстан жақсы көреді. Аякош, я. Ал сен Рошын алама, саған Гудмикс алама. Аякош, қандай аласың сен? Тәте жақсы көретін шоколад алуың керек. Екеуі бір-бірін киімін киіп алып жүр ғой, ұялмай. Қатты білінбейді, сосын ешкім қарап отқан жоқ. Қазақстанды Аякош алады ғой. Жоқ, Анүлік, сен Қазақстан аласың. Аякош өзі ағын еле қарасын алады. Қаны сен алған. Аякош саған... Аякош алып бер. Мен өзім жатасып отырмын. Мынаны Аякош десе, мен Аякош деме дейді. Мынаны Анүлік десе, мен Анүлік деме дейді. Бірақ мынаны Аякош десе, маған қарамайды. Өзім жатасып кеттім. Енді фрукты алу керек. Как раз үйде де фрукты байып тұр. Аякош... Так, саған алма аламыз, саған банан аламыз. Е? Кеттік жүріңдер. Алма салып ал. Аякош, сен алма саласың яқтан. Тәте бананға кетті. Кетті Анүлік. Сен өзіңе ұнайтын алмаларды салып ал. Бізбен тығылыспа ойнап жүргім нағыз. Таба алмай жүрмін мен бұны. Пакетің жыртылады ғой, андай қақсаң. Ой, Анүлік. Анүлік, сен Аякош сияқты салмақты болып жүруің керек қой. Достар, қыздар үйге келді. Әркім өзінің пижамасын киіп алды. Аякош және Аяна. Ойбай. Анелия. Енді қыздар тамақтарын ішіп алды. Енді сүйікті жемістерін жейді. Анелия, саған вилка кемеппіз ғой. Аякош. Дей салдың ба? Ал ас болсын, негізі бізде алманы мынағы жақсы көреді, бананды мынағы жақсы көреді. Орындары ауысқандықтан бүгін кім не жақсы көреді, соны жейді. Енді әркім өзінің шоколадын жейді. Анелия, сен Аякош. Аякош бізде Қазақстан жақсы көреді. Бұрыннан келатқан подписчиктеріміз болса біледі. Аякоштың ең сүйікті шоколады. Ал Анелияның жақсы көретін шоколады аптасына, айына өзгеріп тұрады өзі. Алдында Гудмикс еді, бұл жолы Рошын жақсы көріп жүр. Анелік, сындырып алмаш. Ой, Аякош. Айкойси, мамай сенен кішкентай қыз. Түсіңді сындырып алмаш.
Сен мамасына көрген қызы, сен әнілексің сен. Қазір үй жинайды, пол жуады әнілек. Телефонды бөліп жатам. Ол сурет салады, қырқат, андай атнет, бринг-бэк жасайды, бумажный сюрприз жасайды. Ал сен көп жұмыс істейсің. Аякөш болған рахат қой, көрдің ба? Аякөш, дұрыстап жүрші. Достар, мен бүгін осындай қызықты видео түсірдім, челлендж. Сіздерге ұнады деп ойлаймыз, Аякөшкеміз, иә? Иә? Аяк екеуміз, тәтем екеуміз. Бізге күшті комментариялар жазып кетіңіздер, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.